Бихан мен Пан сөйлесіп тұрады. Пан Биханды ауруханаға әкеледі. Биханға Тхапки келеді. Тхапки Биханға жыны келіп қарап тұрады. Бихан да оған ұрысып сөйлейді. Тхапки жылап кетіп қалады. Бихан да жылайды. Пандай отбасы Биханды ойлап уайымдап отырады. Сол кезде Бихан мен Тхапки үйге кіріп келеді. Әкесі Биханға жақындайды. Сосын оны құшақтайды. Тхапки оларға қарап тұрады. Бихан әжесімен де көрісіп құшақтасады. Бихан мен анасы сөйлесіп тұрады. Барлығы кетіп қалады. Тек Друв, Бихан, Тхапки үшеуі ғана қалады. Друв Биханды құшақтап жылайды. Чатуверде отбасы мінәжат жасап тұрады. Бір кезде музыканың дауысы шығады. Адити мен оның ағасы Дивакардың үйіне барады. Адити музыканы өшіріп тастайды. Сосын Дивакарға ұрысып тастайды. Адитилер кетіп қалады. Васундара ханым мен әжесі сөйлесіп отырады. Батке мен Чутке қолдарына хна жағып келе жатады. Тхапки столдың шетіндегі алманы жемекші болады. Бірақ Батке оған жол бермейді. Сосын Тхапки олардың қастарына келеді. Тхапки Васу ханымның сарайын тігіп отырады. Ол жіпті үзіп жатқан жерінен ернін қанатып алады. Бихан оны көріп қалады. Бихан оның ерніне крем жағып береді. Сосын Тхапки Биханның қолындағы кремді алып қалады. Екеуі тағы да ұрысып қалады. Васу ханым Чуткеге, Баткеге, Тхапкиге алған сарилерін әжесіне көрсетіп жатады. Тхапки сариді анасына әкеп береді. Тхапкиге қызметші тағам салынған ыдыс әкеліп береді. Оның ішін ашса, құрт құмырсқаға толып жүр екен. Тхапки шошып кетеді. Сосын табаларды орнына қояды. Бихан келіп қалады. Содан соң ол шкафтан газет алып оны тұтатады. Түтін болып олар жөтеледі. Тхапкидің басына бір мата түсіп кетеді. Бихан оны құтқарайын деп жатып, өзі де ішіне кіріп кетеді. Бихан Тхапкидің қолынан ұстап қалады. Екеуі бір-біріне қарап тұрады. Келесі бөлімде не болғанын көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бихан мен Пан сөйлесіп